Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен досымжан. Бүгін біз сіздермен әрмен қарай дремелеген жалғастыратын боламыз. Бүгін бізде 6-шы тур. Және де біз Реал Мадрид құрамасына қарсы ойнайтын боламыз бүгін матчты. Бұяқта ешқандай өзгеріс жоқ, қарап отырғандарыңыздай. Біздің құрамда Руан Кент қана қызыл қағаз алған болатын, оның орнына қазір Гибсуит алаңға шықты. Сол матч басталды, және астыға лайк басып комментарий жазыңыздар, егер бірінші рет болсаңыздар каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Подписаться кнопканы басуларыңызды. Біз жақын арада 120-ға жетейін деп қалдық. Бізде қазір 114. Сол үшін жылдам подписаться етіңіздер, өтінеміз сіздерден. Және де рахмет, мен 3-4 ай ішінде осындай жетістікке жеткізгендеріңіз үшін. Соны біздің бірінші шабуыл, және де бұл жерде сес көтер. Бұл жерде ұзын бойлы Тиба Куртуа өз орнына табылды. Бірінші шабуылды біз бар ойынның 15-ші минутта, 12-ші минутта істедік. Сонымен Лесмело, Милконыч пас, Стокконға қарсы Карвахаль, Том Милконычқа қарсы тағайттан Бейл алып өтті, көтер, және де сәл кішкене қисығып қойды, әйтпегенде қазір есепті ашып кетуге мүмкіндік болған. Тиба Куртуа алды қастады, Серхио Рамос берді еміне көне алды, Варан Серхио Рамосқа, Рамос өзі еміне келді, және де сол апталға Бейл және де қақпашымен бетпе-бет шықты, және соққы қақпашы бұл жолы өз орнынан табылды. Тамаша, өте жақсы істелінген шабуылға біз өте тамаша жауап берді біздің қақпашымыз. Және алды қастады, бұл жерде біздің жартылай қорғаушыларымыз өз орнын табылды. және де Том Братчев алдыға бір өзі кетті, және де артында 3-4 ойыншы тұр. Пас ортаға. Сонымен Лесмело қайттан, болмай қалды. Лука Модрич өтпей алды, бірақтан доп сонда да бізде қалды. Сонымен Том Братчев, оған қарсы Карвахальдың итін шығарып өтуге мүмкіндік бар, және бірақтан Карвахаль бұл жолы оңай алда өткізуге мүмкіндік бере қойған жоқ. Серхио Рамос қайтадан бүгін матчта Серхио Рамос көп көз түсу үстінде Винисиусқа қарсы біздің Гибсуит өте тамаша ойнай білді. Алдыға тепті, және де енді Кроссқа қарсы Братчев пас бұл жерде Стоккон тағы ойлағаны жүзеге асқан жоқ. Карик Бейл, Милконыч доп тартып қойды, пас Томға, Стоккон. Тамаша финтистеді, ортаға пас, соққы жасаған жоқпыз тағы да. Кішкене біраз кідіріп тұрып қалдық қой, соққы жасайма деп. Бірақтан допты тағы да қарсыластар теуіп үлгерді. Алдығасы, және де бұл жерде Том Братчев, оған Серхио Рамос. Сонымен ортаға көтер. Бұл жерде тағы көтере алмай қалды. Енді пас, соққы, және де доп қалай ғана қақпадан қисық кетіп отыр. Сәл ғана доп қақпадан қисық кетті. Сонымен алдыға тепті қайтадан, бұл жерде біздің ойыншылар тағы бірінші доп қойнаған, бірақтан бұл жерде доп тағы да қақпадан қисық кетті. Бұл жерде тағы да жарнама, бұрынғы білетін болыстар осы жарнаманы. Бізге бұл жерде бұл жарнаманы керегі жоқ, бізге әлі екінші таймды жалғастыруымыз керек. Модрич, Карим Бензема, Карлос Каземиро қателік, және қарсы шабуылында біз ойыншылар пас. Енді Варан екен жүрген тек. Біздің ойыншыларымыз әлі пас өткізбеді. Тамаша пас, тағы да кросс бұл жерде. Карлос Каземиро, Винисиус шабуыл жасады, бірақтан біздің ойыншылар ойын тәртібін бұзып қана бұл жігітті тоқтаталды. Марсело көтерді, Каримге доп жеткен жоқ. Сес Каземироға допты беріп қойды. Рамос Варан, Карлос Каземироның допты аламыз біз соңына шейін болған жоқ. Марсело ортаға ойысты, және де бәрекелді. Лесмело доп тартап қойды. Том Милконыч тамаша пас. Болмай қалды. Енді тағы соңғы тағы өтпей жатыр. Қараңыздар, қорғаушылар тас қама қорғаушылардың допы өтпей жатыр. Эл Класикода ойнағандарында ғой, біздің ойнағанда емес. Карик Бейл, Модрич айналды теуіп құлату керек, және де ойын тәртібі бұзылды, және де доп қарсыласа Лежуенсе тамаша доп тартып қойды. Тағы алдыға теп, және де Карвахальдың доп өтті ме өтпейді ау. Стоккон Карвахальды өте алмайтын белгі пас атқа. Лесмело Гибсуит пас, Сес Марсело допты тағы беріп қойды. Бүгін матчта Сес мүлде көзге түсе алмай жатыр әлде. Пас бере алмай жатыр. Бәрекелді, Гибсуит кросстан допты алды, және де пас енді Томға, Стоккон қаяқа берді бұл жерде, Стоккон. Карим Бензема, Карик Бейлден Гибсуит тағы доп тартып қойды. Эстаут жақында соқ, және алды теп. Бұл жерде қайтадан бізді Варан бүгін матчты өткізбейтін болды ғой.
Бүгін матчта тағы теңдікке жолығатын сияқтымыз, өйткені Реал Мадрид құрамасы бізге мүлде шабуыл жасатпай жатыр. Кросс артқа Варанға, және де матч осымен өз мәресіне жетті. Есеп 0-0. Біз бүгін қақпаға соққы бақтырған жоқпыз. Енді Шемпиons бірақтамыз. Әлде болсын өзімізді бірінші орын сақтап қалдық. Ливерпульмен арамыз енді бір ғана ұпай. Енді теңдік матчқа жол беруге болмайды. Міндетті түрде жеңуіміз керек. Севилья біздің қарсыласымыз. Севилья 9 ұпай. Севилья жап-жақсы бастады, бірақтан қазір енді ойында жүрмейді. Игуайнды бұл жерде біз Том Брашедоны шаяқтап, енді оны сол қаптаға тастайық. Сонымен 7-ші тур бүгінгі видеоға ең соңғы матч болды. Сонымен кеттік ал. Құрамға қақпашылардан ешқандай өзгерістер жоқ әлі. Баста алдыға. Игуайн, Милконыч тағы бас сесқа тағы қателік басталмайды. Лукас Васкес емес екен ғой. Васкес, Карикодан сес тартып қойды. Стоккон өзі шықты соққы. Бұл жерде қақпашы өз орнында қайтадан шабу біткен жоқ. Алдыға көте Стоккон. Бұл жерде қақпашы қайтадан өз орнынан табыла білді. Алдырасы және де бұл жерде Сирс, Гибсуите, Стоккон, Гомез алды өте алма, соққы және де гол. Есеп 1-0. Кол Стоккон есепті ашып отыр. Тамаша сенге жабыл және тамаша соғылған гол. Қазір екінші таймда 5-3-2 схемасына міндетті түрде өтуіміз керек, себебі құрамалар өте қауіпті. Севилья құрамасы кез келген мүмкіндіктен гол соғып кетуі мүмкін. Алексис темше доп табыла екен. Бәрекелді. Алдыға тебу керек біздің қорғаушыларымызға. Тепті және де қақпашы қайтадан бірінші болып топқа жетті. Қайтадан алдыға асырды. Бірінші топқа ойнаған жоқпыз, және де Лежоне, Банега қайтадан Алексис өз шабуылға беттеп келетір. Біздің тағы ойыншыларымыз өз орнынан табыла білді. Сес пас. Қаяққа беріп бұл жерде пасырақтан Шемпи, біз қазір қайтадан аут зарабатуға жететін боламыз. Аут біздің құрамды. Алдыға Рафейна бүкіл күшпен алдыға лақтыр. Бәрі күшімді сарп еткіз осайынды. Стоккон, қайтадан Васкес, Банега қателесенде пас. Стоккон соққы және де гол. Есеп 2-0. Тамаша, Кол Стоккон есепті 2-0-ға жеткізе білді. Тамаша. Өте керемет соғылды. Бүгін матч ең үздік ойыншысы анық Стоккон болатын жерден тамаша қайтадан Сирс допты алды. Игуайн өзі екі ойыншының ортасынан алдады және де бұл жерде подкатпен қайтадан біздің ойыншыларымыздан допты тартып алды. Алексиске қарсы Сирс өте өз орнында жақсы ойнай білді. Рафейна арғапталға Игуайн Томға Стоккон пас. Лесмал соққы және де қақпашы қайтадан өз орнынан табыла білді. Сонымен көз ашып жұмғанша бірінші таймда өз мәресіне жетті. Есеп әзірге 2-0. Лежоне баспен Карико бұл жерде қайтадан өз орнында. Біздің ойыншылар соңына шейін бару керек, соңына шейін бәрекелді. Лесмело өз орнында. Алдыға тебу керек, Эстотқа тамаша алдыға тепті және де осымен бірінші таймда өз мәресіне жетті. Және қайтадан реклама болады. Реклама ашқан ұзақ болған жоқ. Құрамда ауысу керек, міндетті түрде Руан Кент керек бізге. Ленихан керек, және де бізге Монсас керек. Осы құраммен алдыға шығай, және біз 5-3-2 схемасына өтуіміз керек бұл жерде. Игуайн қапталды ойнай алады енді, әңгіме жоқ жатам. Бізге қазір Лениханды қою керек, және оң қапталды бұл жерде Монсас. Игуайн оң жақта жартылай қорғаушы. Біз сол жаққа қойып, Кент өзінің орнында ойнайсын, және де бұл жерде Лениханды қаптаға тастақ, себебі Игуайн ортада өте тамаша ойнай алатын ойыншылар. Сарабира, Алексисқа біздің жартыларымызға кіріп келеді, және де Стоккон ойын тәртібін тағы бұзды. Бұның қараңызға ойынның 13-ші минутта, 34-ші минутта бұл жігіт тамаша гол соқты. Алдығасы және де бұл жерде қақпашы қазір не істеді бұл жерде? Алдыға тебу керек. Бұл жерде қайтадан қорғаушылар бірінші топ ойнады. Сарабия, Банега емін-еркін келеді, және де Алексис Гомес Васкес оң қапталған Навас. Біздің алаңға бұл жігіттер жайғасып алды, және де емін-еркін. Қайтадан Васкес.
Және бұл жерде Бенедер. Тамаша, өте керемет. Грезлаг алдыға, және бұл жерде Стоккін бар, бізде Стоккін өзі жүгіру керек алдыға, жүгір. Тоқтат кішкене допты артқа. Бұл жерде біздің ойыншылардан ешкім жоқ, енді ғана келді Руан Кент. Кент артқа. Монсес пас Лениханға, арғапталға Стоккін пас. Игуаин соққы және гол. Керемет ойынның 70-ші минуты Гонзало Игуаин бірінші соққысынан есепті ашады. Тамаша. Бірінші мәрте соққы уақытта соның өзі голға айланды. Керемет. Сильва Сарабия қателесті. Рафейна пас қайтадан Сиесқа. Екі ортамен пас. Бұл жерде Ленихан бар. Соңына шейін өзің. Васкес алдыңда. Васкесті алды бітті. Ілді жәнде бұл жерде Гомес бірінші допқа жетті. Сильва Алексиске. Алекс бұл жерде қазір өзі келетір. Тамаша пасы Сильваға бәді. Сильва енді бұл жерде бізді кешіремеке бұл қателімшін. Және де кешірді бұлар. Бән еді еке біздің қателімізді кешірді. Және ойының 82-ші минут аяқталып келетір. Әзірге 2-0, біздің 3-0 кешіміздір. Біздің пайдамыз әзірге. Тамаша пас бұл жерде сол қапталға Грезлаг өзі емін еркін. Фин көрсету керек. Тамаша енді ұстау сол қапталды. Енді Бұл жерде Кент соққы және Алекс бұл жерде құлап жатып шығарып алды ма, не істеді өзі. Сильвадан біздің Рафейна доп тарталды. Стоккін бар жерде офсайд қой. Таза офсайд бұл жерде. Ойынның 91-ші минутында алдыға асыр және де матчты бітуіне азақ қалды. Лежоныз алдыға баспен жүрді. Тамаша бұл жерде ойын тәртібін тағырда біз. Біз 3-0 семен таза жеңіске жеттік. Енді соғамайтынша енді. Бір гол соғу мүмкін. Алдыға тепті және де болды. Біздің қорғаушылар бұл матчты өте тамаша ойнай білді және матч енді бітті. 3 минутымыз 3 сағатқа созылды ғой. Тамаша бұл матчтың ойыншы анық. Өзі ойынсыз гол соққанша 13-34 минутта гол соқты. Ал Гонзало Игуаин ойының 70-ші минутында есепті 3-0 өткізген болатын. Міне бізде 17 ұпай Ливерпульге әзірге біз берілмей жатырмыз. Бірақтан бұл жігіттер Фулхэм сынды оңай құрамалармен ойнады. Біз әлі Фулхэммен ойнаған жоқпыз. Мен ойымша ойнаған жоқпыз. Саутгемптон біздің кезекті қарсыласымыз. Саутгемптон 8-ші орында, Фулхэм 9-ші орында, Лиль 10-ші орында, Вальдолид 6-ші, Лион 7-ші, Севилья 5-ші, Мадрид 4-ші, Манчестер Сити 3-ші, Ливерпуль 2-ші, біз 1-ші орындамыз. Бұл жерде Кентті оң қапталға қоямыз. Милквин қала берді. Лесмелоның орнына Лениханды қоятын боламыз. Ал бұл жерде бірінші жапты Сиестің ойына шығаратын боламыз. Сиестің орнына. Ал оң қапталға Монсес өзінің орнына шығатын болады. Қақпашылар да өз орнына келеді. Соң бұл видеоның аяғы жағыз. Соң сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бірінші рет болсаңыздар каналға подписаться деген қызыл кнопканы басып кетулеріңізді сұраймыз. Сіздермен болған дос Геймер, келескенше аман сау болыңыздар.